Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Бүгін біз Корей халқының тамағы пигоди дайындайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші қамырымызды ашытып аламыз. Еліктен өткізіп алынған ұнымызға қант, тұз, ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып, оған сұйық май қосып, және де жылы сумен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды жұмсақ етіп илесеңіздер, өте тез көтеріледі және де пигодиіміз жұмсақ болып шығады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 2-3 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қоятын боламыз. Ал біз арасына салатын салмасын дайындаймыз. Салмасына майлы тартылған ет, картоп, пияз пайдаландым. Капуста қоссаңыздар да болады. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін тұз бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып қоятын боламыз. Достар, егер де сіздер мені арнама тіркелмеген болсаңыздар, онда мені арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Егер де қоңыраушаны басатын болсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттер сіздерге көрініп тұрады. Арасына картошка салмасаңыздар да болады, бірақ менің кішкентай қызым картошканы жақсы көретін болғандықтан мен картоп қостым. Мінекей достар, біздің қамырымыз көтерілді. Енді оны кішкене бірдей бөліктерге бөлетін боламыз. Әрбір бөліп алынған қамырымызды дөңгелектеп жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағатта біздің дөңгелектенген қамырларымыз көтеріледі. Енді біз пигоди дайындауды бастаймыз. Осылайша өрім етіп бүгетін боламыз. Арасына салатын салмасын мол етіп салыңыздар, сол кезде пигоди әдемі болып шығады. Мінекей сіздерге жақыннан да түю әдісін көрсеттім. Түйіп болғаннан кейін тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан соң 50 минут 1 сағатқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің пигодиіміз дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын достар.